Хей, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен бүгін жасұландармен бүгін Алтын Орда серверіндемін. Мен Алтын Орда серверінде бүгін PvP арена соққан болатынмын. 28-інде болатын. Дайындалыңыздар, көретін боласыздар. Сіздер қатысамын десеңіздер комментке жазыңыздар. Ал мен сол PvP аренаны бүгін көрсетемін. Ал так достар, міне менің соққан PvP аренам көрсететін. Алиханға да рахмет. Алихан да көмектесті, осыны полностью істеп кішкене осы. Міне ана жерде ер көшімнен алыпты, так мақташ. Міне сырты қалай. Ана жақта Алихан соққан екінші PvP сұртса міне PvP арена 28 болады. Соққан жасылан X мен міне көріндім. Анау баяғысы жақсы соққан негізі, бірақ мынау әдемі өзіміз соқтым. Сонымен міне көрермендер отырады, келіп көріп отырамын десеңіздер де болады, қатысушылар да бар. Міне сұрсын бокс ринг сияқты міне көк қызыл бұрыштан көк бұрыштан деген сияқты. Так тамаша сосын дейтін мынаяқтан тағы тұр, біз осы дұрыс істемеген, сол үшін еркеш екеуміз просто жай қырылып көретін боламыз. 28-іне дайындалуымыз керек екен. Дұрыс бола ма екен, арена болмай ма, болмаса қайттан саламыз деген сияқты. Так что еркеш екеуміз қазір просто қолмен қырылып көретін боламыз. Сыр іздеген мынаяқтан жанкелердің отыратын жерін көрсетіп жіберейін, тағы да көремін десеңіздер, осы қай жерінің орнын алып десеңдер, кіру бір желізі десең. Так, мынаяқта сосын бізде смотрящийдің орны, ол яғни еркеш қарап отырады, кім ұтты кім ұтпады сол шешеді. Так, сұрсын осындай. Еще дейтін достар, қазір кімдер бастаймызға, кішкене қырылып көрейік. Сыр өзінше бастайтын боламыз. Сұрға типа кресқа без броня, без предмет. Дайынсың ба не? 1, 2, 3. Так, не істетсің, қой. Так, сен бар ғой, еңкей, мен сенің басың шауым. Балашым мен, той еңкей. Міне саған басын шау жерім достар. Маған осы кезде осы сервердегі бір бала үйін сатам деп ұсынған болатын 20 желідегі. Ал мен соң үйін көруге қазір бара жатырмын. Алтын Ордадан мен үй алдым бақ. Неше желіде қалдым. Ал сіздер оны жалғастырыңыздар. Қайдасың, Стив? Стив батын кім? Ал мен осылай оның үйін көрдім. Кришасы жоқ екен, айттым. Олар осы нөміріміз деді. Ішін дұрыстап қарадым достар. Ойланып көрдім. Қалай достар? 20 железаға стоит па? Сонымен бірақта қалай былай болсын 15 железаға сұрап алдым. Еркештен көмек сұрадым, қалай екен көріп кетті. 15 железаға бер деп өтіндім. Ол бірінші қарсы болды, одан кейін үйің кішкене нормально емес, 15-ке бер деп едім, берді. Сонымен мен осы үйді сатып алдым ба. Так, міне 15 железаны берейін, міне сіздерді қарап отырыңыздар, кейін бермедім деген әңгіме болмасын, мен үйім деп. Міне көз алдыларыңызға бердім. Так, міне өзі алды достар, енді жейтін. Так, екідегі менің үйім шық. Қу жергенсің ғой. Так, игілігіңе ұста кірді пішкетті. Енді ақшамды алып жоқ болып кеткенше сыршық кетті. Или болмаған шығар. Жоқ болып кеткенше деп жіберік бізде еркешқа. Так, все. Так, неқа мен жазып қойыншы бұлайынан. Біреу бұзып кетеді, бізге рефері көп бұл серверде. Кіремдіңіздер достар, комментар жазыңыздар. Асланым бұзбаңдар, бан аласыңдар еркештен. Все. Неқта бір жоқ қой, байтсын ма деп тұрсе. Біреуін сайсақ қоя салайыншы, қайнамыз қой. Так, версак бар екен, үйінде қайта бүкілмеуел бар екен. Бірақ не 20 железаға стоит емес қой, негіз 15-ке де стоит емес. 10-ға примерно сындыра, 15-ке бердім, құлам қалсын бала деп. Так, достар, осы үйін серверді сатам алам десеңіздер, кіріңіздер, 5-ақ железаға сатам сонда. Так, негізі қате қойыншы мен, аяқтан да соқи алмайды алам. Так, сен төменірек қойын, сақасындар олайын мен бұны. Так, все жазып қойын. Кеттігенде біз еркеш қайда, еркешқа барайық.
Алынча достор, осы менен видео аякталды. Кырсын алынча бүгүнкү да унаганыбызга лайк басып каналга тиркелейик. Ал энди бүгүнкү жаз менен болгон мен Жасулан.